Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен салмақ тастау кезінде ПП қуырдақты қалай дайындаймын, соның рецебімен бөлісетін боламын. Жалпы қуырдақты балғын еттен дайындағанды жақсы көремін. Ол тез піседі, әрі жұмсақ болып шығады. Әдеттегідей қуырдақтың рецебі оп-оңай, ешқандай майға қуырмай, өзінің сөліне бұқтырып пісіретін боламыз. ПП қуырдақ болғандықтан еттің мен майлы емес бөлігін аламын. Бұл ет менде кішкене тұздалған, сондықтан тұзды кішкене азырақ қосатын боламын. Ең алдымен етті өзіміздің ыңғайымызға қарап ұсақтап турап аламыз. Сковородканы орташа отта қыздырып, етті салып, осылай кішкене бұқтырып бетін жауып қоямыз. 5-10 минут орташа отта бұқтырылып бастағаннан кейін еттің суы шығады. Сол кезде дәміне қарай тұз, бұрыш және лавр жапырағын қосып, барлығын осылай араластырып, тағы да бетін жауып бұқтыратын боламын. Ет 15-20 минуттай орташа отта бұқтырылғаннан кейін кішкене суы азайған кезде осылай біраз мөлшерде үстіне су құйып жіберсеңіз болады. Енді асықпай орташа отта ет жұмсарғанша тағы да 20-30 минуттай пісіретін боламыз. Қуырдағымыз дайын болды, өте сочный әрі жұмсақ болып пісті. Салмақ тастап жүрген кезде етті майға қуырмай, осылай бұқтырып, сорпасын шығарып, жанына кез келген қалаған гарнирді қосып жесеңіз болады. Егер рецебім ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіз. Мен салмақ тастау кезінде ПП тамақтарды қалай дайындадым, солардың барлығының рецебімен бөлісетін боламын. Каналымда таңғы асқа, түскі асқа, полдникке және кешкі асқа арналған түрлі ПП рецептер бар.